Төлеген Айбергенов поэзиясының негізгі тақырыбы сағыныш, өмір және махаббат. Сағыныш – ол жүректе мәңгі тұратын сезім. Төлеген Айбергенов ақын, 1937 жылы туған, 1967 жылы қайтыс болған. Алғашқы өлеңдері 1961 жылы «Жаз дәурен» деген жинақта жарық көрді. Арман сапары, өмірге саяхат, құмдағы мұнаралар, мен саған ғашық едім, аманат, бір тойым бар, таңдамалы өлеңдер атты кітаптардың авторы. Жинақтың басты идеясы адам жанының терең сезімдері. Сағыныш, өмірдің өткіншілігі, адамдарға деген махаббат, мейірім, рухани тазалық және шынайылық. Аруана төзімділік пен сағыныштың символы, ботасын аңсаған түйе сияқты. Сондықтан ақын бұл арқылы адам жүрегіндегі сағыныштың күшін көрсетеді. Бұл нақты бір оқиға емес, өлеңдер жинағы. Сондықтан мазмұны бірнеше тақырыптан тұрады. Ақын өз өмірі, сезімі, ойлары туралы жазады. Туған жерге деген ерекше махаббатын білдіреді. Адам өмірінің мәнін, уақыттың тез өтетінін толғайды. Кейде мұң, кейде үміт арқылы өмірді суреттейді. Жалпы бұл жинақ ақынның ішкі жан дүниесінің көрінісі. Аруана бауыр дүние, сағыныш пен адам жанының терең сезімдерін бейнелейтін поэзия жинағы. Оның сағыныш өлеңінде былай делінген: қажет жерінде қатыгездік пен қаталдық керек десек те, адамның заңғар ұлылығын сен сағынышыңмен есепте. Ол достық туралы да өлеңін жазған. Достық деген таусылмайтын қазына, көктемде солып қалар гүл емес, қарамайды ол сыйдың көп пен азына, нағыз достар тіпті сыйда тілемес. Төлеген Айбергенов қазақ поэзиясында ерекше орны бар, жарқ етіп өткен, бірақ мәңгі із қалдырған ақындардың бірі.